Екібастұз жастарын дәстүрлі емес діни ағымдардан қалай сақтаймыз? Қайнар білім беру және бос уақытты қамту кешенінде ұйымдастырылған діни семинардың басты тақырыбы осы болды. Оған діни қызметкерлер, теологтар, психологтар, тәртіп сақшылары қатыстырылды. Алғаш болып мінбеге облысымыздағы діни басқармасының басшысы көтерілді. Бұл өңірде салафизмнен басқа дәстүрлі емес діни ағымдарға еліктеген адамдар жоқ. Мысалға, Хизбут Тахрир, Таблиги жамағат, білім, сенім, өмір сияқты діни ағымдарға еліктеушілер жоқ. Сонымен қатар елімізде тыйым салынған халықаралық діни ұйымдардың қатарына енгендер жоқ. Батыс және оңтүстік Қазақстан өңірлеріне қарағанда біздің өңірдің басты ерекшелігі осында. Ал енді Павлодар облысында, оның ішінде Екібастұз өңірінде салафизмнің таралуының басты шарты ол халықтың діни сауаттылығының таяздығы. Білім және ғылым министрлігі дінтану сабақтарын енгізді. Сабақ енгізілгенімен мамандардың жетіспеуі өзекті болуда. Облыстағы дінтану сабағын жүргізетін 408 мұғалімнің тек 5-еуінде ғана дінтанушы деген мамандығы бар екен. Осыған орай басқарма түрлі семинарлар өткізуде және өткізуде. Бұлай орын алудың тағы бір факторы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының белсенділігінің төмен болуы. Қалай айтсақ та, бастапқы кезде бұл басқарма өзінің жетекші орындарын сақтап қала алмады. Біріншіден бізде кәсіби теолог мамандар жетіспеуде. Бүгінде қызмет жасап жатқан 88 имамның 9-ында ғана жоғары діни білімі бар. 8-інің орталы мамандандырылған білімі бар. Қалғандары қысқа семинар курстардан өткен. Закарьянов сонымен қатар әлеуметтік жағдайда өз септігін тигізді деп атап өтті. Екібастұзға жан-жақтан көшіп келгендер көбейіп, жұмыссыздық көбейді. Бүгінде бәрі қалыпқа келіп жатқанымен, бірақ дәстүрлі дінге еріп кеткендер кетті. Бүгінде қауіптің басымы ғаламтордан келетінін түсінуіміз керек. Түрлі техникалық, идеологиялық тәсілдермен радикалды сайттарды анықтап жабуға тырысып жатқанымызбен, олардың орнына қайтадан шақтылары ашылуда. Олар аттарын өзгертіп жұмыс істей береді. Сондықтан алдын алудың тиімді жолдары ескерту, ғаламтор арқылы қандай қауіп төніп тұрғанын түсіндіріп жастардың көзін ашу қажет. Тақырыпты облыстық прокуратура өкілі де жалғастырды. Серік Жұматайұлы әрбір дәстүрлі емес діни ағым қатарына енген адамдарды қайта түсіндіруде психологтардың орны ерекше екенін атап өтті. Соның арқасында Павлодар облысында сотталған дәстүрлі емес діни ағымға еліктегендер бүгін қарым-қатынастан бас тартпайды дейді. Сонымен қатар сотталғандардан олардың отбасыларынан теріс айналып кетпеу керек. Түрлі әлеуметтік жәрдем беріп, қолдау көрсетуіміз қажет деп есептейді прокурор. Сотталып отырғандар жастар негізінен 20-25 жастағы жігіттер. Ал талдау бойынша радикалды діни ағымдарды ұстанған үшін сотталатын адамдардың жасы 20-35-тегілер. Міне соларды қайта иландырып, өзіміздің дәстүрлі дінімізге қайтаруымыз керек. Олармен басында сөйлескен кезде біз исламды оқыдық, біз не білдірдік деп сұрақ қояды. Салафизм немесе басқа да бір діни ағым деген түсінікті олар білмейді. Олардың кейбірі тіпті орта білімді алып шықпаған екен. Осыған орай барлық мемлекеттік органдар иық тіресе жұмыс істеу керек деп есептейді Серік Жұматайұлы. Радикалды ағымға сеніп алған адаммен не істейміз? Бұл сұрақ барлығымызды алаңдатуға тиісті. Олар еліктеген радикалды ағымнан алыстатуымыз керек. Сондықтан ол жұмысты бірге атқаруымыз керек. Ал одан кейін не болады? Оған қазір жауапты ешкім бере алмайды. Ұстанып жүрген радикалды идеясынан бас тартқан адаммен кейін тұрақ түрде жұмыс істеу керек. Оған жан-жақты қолдау білдірсе ғана ол дәстүрлі дінде қала алады деп есептейді прокурорлар.